Армысыздар, есенбісіздер достар. Музей төрінде подкасттың кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз белгілі этнограф, ғалым Досымбек Қатырам мырза. Бірден айта кетейін, бүгін эксклюзивті сұхбат болады. Себебі бұрын соңды көп жерлерде айтыла бермеген тың деректерді ұсынамыз. Тарихтың тереңіне үңілеміз. Сондықтан сұхбатты соңына дейін тамашалаңыздар. Аға, енді қош келдіңіз. Айтып отырмыз ғой, эксклюзивті сұхбат болады деп. Енді қазіргі этнографтардың қатары кішкене сиректеу сияқты, аға, қалай ойлайсыз? Өйткені сіз секілді этнографияның барлық саласында зерттеу жүргізіп жүрген ғалымдарымыз өте аз. Сіз соның бірі де бірегейсіз, сондықтан сізден тың деректерге толы сондай бір терең сұхбат күтеміз, аға. Енді алғашқы сұрағымыз, сіз күнтізбе тарихын көп зерттедіңіз ғой. Кейде мынау сәтті күндер, сәтті айлар, сәтті жылдар деген дүниені сізден құлағымыз шалып қалады. Бүгінгі күн қандай күн? Содан бастайықшы сұхбатымызды. Сосын күнтізбе туралы деректерді ары қарай жалғастырсақ. Енді әрине білгеніміз 9, білмейтініміз 99 дейді ғой. Сол сияқты әрине адам өмір бақи үйреніп өтеді ғой. Енді білгеніміз әрине ортаға салып береміз әрине. Енді сұрағыңызға сай, жалпы мына күнтізбе деген кезде ай календар деген бар, және күн календар деген бар. Осыны көп адам айыра бермейді. Мәселен кейін ай календары қазіргі күн календарымен, яғни Григориан календарымен есептегенде 13-14 күн айырмашылығы бар. Сондықтан мына қазіргі бүгін біздің желтоқсанның 2-сі ол күн календар бойынша әрине. Ал егер ай календаріне салып болған болсақ, онда шамасы бір 10 күн бұрын ай жаңасы болған. Осы қарашаның 25-і мөлшері жаңадан айтылды деп есептейміз. Сонда егер бұрынғы ескі үлгіге салсақ, бұл жаңағы қараша айының соңынан енді ғана шықтық деп есептеуге болады. Сондықтан енді былай ғой, жалпы біз енді көп нәрсені жоғалтып алдық деп айтамыз. Мәселен соның бірі календарға байланысты, соның ішінде айға байланысты айтатын болсақ, әрине қазіргі заманда ұсынбайтынымыз белгілі, ол әрине тұрмысымызға денеп енген қазіргі күн календарына байланысты. Яғни Григориан календарына байланысты. Қолданыстан шығып кеткен дүние көп. Мәселен соның бірі бұрынғы кезде той томалақ істеген кезде айтады. Мысалы, бір жыл бұрын күзде де айтуы мүмкін, келесі жылдың шілде, тамыз айларында ас берейік деп айтады. Мысалы, 15-і, 14-і дей ма, сол кезде айтады да, сол жерде бір өзі мықты есепші болады. Сол айтады, яғни тамыз айының 15-14 дейсіз ба? Деп есептейді да, ол ай кетілген уақыт екен, болмайды деп айтуы мүмкін. Немесе ай жаңасы екен, ол кезде әбден той томалақ істеуге болады деп айтады. Енді қараңыз, мынау қазақта халықтық білім деген бар. Ол тәжірибеге сүйенеді. Тәжірибеге сүйенеді, ол сол тәжірибеңіз бір ғасыр емес, 2 ғасыр емес, мыңдаған жыл өте бере, ол кәдімгі білімге айналады. Нәтиже бере бастайды. Сол бойынша, жаңа қараңыз, мысалы, айдың туылған кезінде 14-13 күннің ішінде барлық той томалақты, барлық жаңа бастаманы, қандай бір іс болады, соның бәрін істеп үлгеру керек қой. Ал ай кетіле бастаған кез деген бар. 14-15 күннен кейін сол ай толған ай деген болады. Енді жаңағы тура қарап тұрсақ, оң жағынан бастаған дүние сол енді кетілген деп есептеледі. Сол жағындағы көлеңкелі болса, ол жаңа ай деген сөз. Оң жағынан бастап, көлеңкелені бастаса, ол кетілген ай деген сөз. Міне осы оң жағынан түскен көлеңке ол кезде қайтадан
қайтадан жаңа айтылғанша жалпы көшпелілер осы аралықта, яғни мөлшері 2 апта ішінде ештеме істемеуге тырысады. Сонда айдың басында 15-іне дейін, 15-іне кез дейін. келген айдың 15-іне дейін 15-іне жоспарлаған жұмыстарды бітіріп тастаған дұрыс. Ол сәтті күндер болып есептеледі. Әрине, сәтті күндер. Аха. Ал енді Айдың аяғы ол кішкене ол адамның қолайсыз энергиясы деп мүмкін есептеймін. қуаты саябырси бұны бастайды. жаңа қарап отырсаңыз, мысалы, айдың қозғалысына байланысты бұл жаңағы есептелетін ежелгі адамдардың түсінігі. Әсіресе осы түркі жұртының түсінігі, түркі халықтарының. Ол неге дегенде, мысалы, қарап отырсаңыздар, мынау әртүрлі құйын, алапат, өрт, жер сілкініс, көбіне көп осы қолайсыз жағдай, көбінде ай келгеннен кейін болады екен да. Ай келген кезде. Ол айдың аяғы ма? Иә, сол айдың соңы болып тұр ғой. Келгеннен кейін деп отырмыз. Сол себептен мынау ай жерге ықпал ететіндігі ол бесенеден белгілі. Бәрі айтады қазір мысалы. Әсіресе мысалы теңіз жағалауында өмір сүретіндер, теңізшілер өте жақсы біледі. Теңіздің қатты толқыны ай толған кезде болады екен. Теңізде толқын туудың өзі. Міне соған қарап, яғни бұрынғы замандағы ата бабамыз адамға деген айдың әсерін өте жақсы білген. Сонда күнтізбені құрастыруда да айға қарап, күнге қарап Әрине. құрастырылды. Енді ай мындай болса, енді күндер бар. Сәтті күн, сәтсіз күн деген бар. Мысалы, ең сәтті күн, 7 күннің ішіндегі ең сәттісі әрине сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтімен де айтамыз. Ал енді сәтсіз күндер деген бар. Ол жаңағы сейсенбі, бейсенбі күндер негізінен солай болып келеді. Сонда мына қарап отырсаңыздар, бұрынғының аңшылары сәтсіз күні аңға шығады. Сейсенбі, бейсенбі күні. Неге дегенде, сол күндері аңда жүрісінен жаңылады деп есептейді екен. Әлі көрдіңіз бе? Оның да бір пайдасы бар дейсіз. Әрине. Яғни адам сайланып, қаруланып шыққаннан кейін, аңға шыққаннан кейін, ол дайындық істеді ғой. Ал аңның қаперінде жоқ. Сонда енді ежелгі білім, алтық білім деп осы айтамыз. Сонда сәрсенбінің сәтті күн екенін ғалымдарымыз қалай анықтап отыр? Сейсенбінің сәтсіз күн екенін оны қалай анықтап отыр? Сол маған қызық болып тұр. Айдың қозғалысына қарайды. Айдың қозғалысы және күннің қозғалысына қарайды. Күн. Мысалы, аптаның 7 күн деген бар. Соған қарайды да, сәрсенбі деген ең жақсы күн ғой. Айдың қозғалысы сонда қалай өзгереді сәрсенбі күні? Сәрсенбі күні барлығы бүкіл ай бойында бір айдың ішіндегі сәрсенбі емес әрине. Сол жаңағы 15 күн, сәтті 15 күннің ішіндегі айдың сәрсенбісі. Сәтті деген сөз. Өз үшін сәтті, басқа жан-жануар үшін сәтсіз болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Солай есептейді. Енді басқа күні қол қусырып қарап тұрды сөз емес қой. Ол күнде де аң аулайды. Бірақ сол жаңағы аптаның ішіндегі күндерге байланысты осылай жорама жасайды. Жалпы күнтізбе қайдан шықты? Григориан күнтізбесі дейміз, басқа да күнтізбелер көп қой. Бірақ күнтізбенің арғы тарихы қайдан шықты? Енді мына бір нәрсе бар. Жалпы осы кейбір тарихшыларды, жалпы жаратылыстанушы басқаларды айтатын сыным бар да. Олар осы біздің түркілерде, көшпелілерде ештеме жоқ, бәрін сырттан сіңіріп алған сияқты айтады да. Ал енді дұрыс емес қой. Таяқтың екі ұшы бар деген сияқты. Ол біздің де әсер еткен дүниеміз көп. Оны неге айтпайды? Мәселенге жаңағы металдың шыңдауы бар. Темірді шыңдау. Болат деп айтамыз. Бүкіл түркі халықтарында полат, болды, болат, болот деген сияқты әртүрлі айтыла береді. Мағынасы бірдей. Бірақ оңтүстікте Иран, Парсы жағында осы болат темірден соғылған қылыштың жүзі сол жақта өткір деп айтылады да, бірақ тарихқа қарап отырсаңыздар, металл қорытқандар негізі біздің жер ғой, біздің арамызда ғой. Сондықтан ол металл шыңдамады деген сөз емес ол. Ол
жақсы дүние, жақсы қылыш, жақсы пышақ бізде бар деген сөз. Мүмкін бізден шыққан шығар. Бізден барып Иранға, Парсқа сіңген шығар. Сөйтіп қарау керек. Сол тәрізді, мысалы, күнтізбенің, календарьдің қалыптасуы, менің пікірімше, мынау ежелгі сақтардың, ғұндардың пайдаланған дүниесі. Соны пайдаланып келді, әлемге мына руна жазуын танытқан көк түріктер сияқты, сол түріктер дүние жүзіне осы календарды, яғни күнтізбені паш етті. Оны қандай дерекке сүйеніп айта аламыз саған? Оны қараңыз, мысалы, қарапайым түйе бойына сеніп жылдан құрғапты деп айтамыз. Ал егер мысалы қазір айтамыз, Қытай календар дейміз, сол календардің бәрі күнтізбені Қытайлар ойластырған деп есептейміз ғой, бірақ оларда түйе жоқ қой, оларда. Түйе жоқ. Біздің қолымыздағы мал түлігінің бәрі бар ол жерде. Әне, соған қарап отырып, бұл ежелгі көшпелілердің қалыптастырған күнтізбесі деп айтуға болады. Әрине, ол календар зерттеуші, күнтізбе зерттеуші емеспін. Дей тұрғанмен де, жаңағы дүниеге қарасаңыз, бүкіл осы 12 жануар ма? 12 жануар бар, жылдың ішінде. Үлкен заңдылық қой. 12 ай бар. Көрдіңіз ба? Көп деген рулардың ішінде 12 бөлінеді. 12-де Байұлы деген бар. Керейдің ішінде, Абақ Керейдің 12-ге бөлінеді. Тағысын тағы. Көрдіңіз ба? Бұл жалпы алғанда, бұл жаратылыстың бір ерекше дүниесі. Шынтуайтында бүкіл дүние жүзіне жалпы мынау сал-серілікті, батырлық өнерді, жаңа айтқандай күнтізбені таратқан көшпелілерді ойлаймын. Мәселенге жаңағы италияның ғалымдары өздері жазып отыр ғой. Мынау әлгі Сауыт Сайман асынған батыр, көшпелілердегі сал-серілік өнер, соларды әкелген біздің жерімізге ғұндар деп италияның ғалымдары өздері жазып отыр. Әрине. Сондықтан біз сондай нәрсеге басқа соны көзқараспен қарау керек. Аға, мүшел жас туралы сіздің көптеген зерттеулеріңізді білеміз. Жалпы мүшел жас қалай есептеледі деген кезде көп адамдар шатасып жатады. Мүшел есебін айыра алмай жатады. Мысалы, 36 жаста кіретте 37-те шығады дейді, біреулер 37-те мүшелге кіресің де 38-де шығасың деп жатады. Осының ара жігін ажыратып беріңізші, адам мүшел жасын қалай ажыратады? Адам өзі туғанда, дүниеге келгенде, қай жылы дүниеге келді? Жыл дегенде қазіргі күн календарымен айтпаймыз ғой. Мысалы, өзіңіз жануарыңыз қай жыл? Сиыр жылы. Мінекейіңіз. Яғни алғашқы мүшел әрине 13. Одан кейінгі жаңағы сиыр жылы келген сайын 12 жылда айналып келіп отырмын. Кіреміз. Кіресіз. Мысалы, қазақта бір тағы бір дүние бар. Адам 60-ға толғанда үлкен мүшел деп айтады. Үлкен мүшелге толды дейді. Сол жаңағы туған жануарыңыз 5 рет айналып келді деген сөз. Көрдіңіз ба? Үлкен мүшел деген сөзді сирек қолданамыз. Білмейтіндер көп. Білмейміз. Әрине. Яғни біздің қоғамда бір жаңылыс нәрсе бар. Қатық болған жаңағы 37, 49, 61 деген сияқты. Бұлар әрине, ол неге дегенде, ол жалпы мүшел жас адамға әсер еткені бір жыл емес, ол 1,5-2 жыл әсер етеді. Ол қандай әсер? Әсер екі түрлі әрине. Біреуі кәдімгі физикалық тұрғыда адам денесіндегі болатын өзгеріс. Екінші әрине психологиялық. Ол яғни ақыл тоғысуына байланысты айтылатын дүние. Мысалы жаңағы қазақта бар ғой, мысалы 60-ға келген ақыл сұра дейді. 60 жастан асқандарды ол 80-ге келсін, 90-ға келсін, бәрібір ақсақал деп айтамыз. 50 мен 60 жастың арасындағыны қара сақал дейміз. Көрдіңіз бе, одан кете береді.
мысалы қозы жас деген не? Қозы жас деген қозы бағатын жас. Асында солай. Одан кейін жылқы жасы бар. 25-тен былайғы жігіттерді 35, сол 37 арасындағы жаста мөлшерінде жылқы жасы деп айтамыз. Көрдіңіз ба? Бұл жаңағы мөлшері сол 12 жылға келіп тұр. Айнаға да жоқ келіп тұр. Яғни 12 жылда болатын өзіңіздегі физиологиялық ерекшелікке байланысты. Физиологиялық және моральдық тұрғыдағы, әрине, психологиялық тұрғыдағы өзгеріс. Мысалы жаңағы қарап отырсаңыз, қой жасы деген қой бағады, одан кейін сөйтіп жүрген кезде 25-ке толады да, шыңдалған мықты дүр жігіт деген сөз бар ғой тағы да. Мықты жігіт болады деген сөз жылқы жас. Жылқыны әрқандай жігіт баға алмайды. Оған тепсе темізетін мықты жігіт болу керек. Сол кезге байланысты әртүрлі атайды. Осының өзі былай адамның бір келесі мәртебеден келесі бір деңгейге өтуін білдіреді деген сөз. Не үшін күрделі аға? Мүшел жасы күрделі деп жатады. Кейде бір саты жақсы бір деңгейге көтеріледі деп жатады. Солай ғой, енді біздің жалпы түркі халықтарында сатылған дүние осы мүшел жас кезінде сақ болу керек деп есептейді. Иә. Ол не дегенде түсінікті ғой. Мысалы физикаңызда, денеңізде, организміңізде өзгеріс болып жатыр. Тек қана организмде емес, сіз әрине денеңізде психологиялық тұрғыдан тағы да өзгеріс болып жатыр. Екеуінің өзі жеткілікті айтқанда. Яғни сондықтан алыс жол жүрмеу керек, көп нәрседен сақтану керек. Реті келсе, жаңағы мен мүшеде едім деп ел жұртқа жар салып айтпау керек деген сияқты әртүрлі ұстанымдар бар ғой. Әрине соған сай ұстану керек. Айтпағымыз сонда жаңағы әртүрлі болатын себебі сіздер білу керек, тек қана туған жануарыңыз кіретін жылы сол ғана есепке алыну керек. Ал мен мәселен ойлайтын мысалы, мен қараша айының 25-інде туғанмын. Мен әлі мүшел жасқа кірген жоқпын деген қате. Неге? Өйткені сіз сиыр жылқысыз ба? Сиыр жылы бізде наурызда кіре ме? Ай жаңасында кіреді, наурызда кіргеннен бастап, сол наурыздан бастап сіз мүшел жасасыз. Әрине, бірақ бұны есептеу керек. Туғаныңыз есептеледі. Келесі жылғы туған күніңізге дейін сіз мүшелдесіз деген сөз. Сонда жаңағы уақытымыздың 1,5-2 жылға дейін солып кететін себебі сол. Ол да бар. Әшейін кірдім, шықтым, келесі жылының қараша айының 25-інде шықтым деп есептеу дұрыс емес. Мінекейіңіз. Сондықтан ұзаққа созған себебі сол. Қарға тамырлы қазақ деп жатамыз, иә? Осыны біз жай айтыла салған сөз сияқты көрінеді, бірақ оның астарында үлкен мағына жатқан сияқты. Осы туралы айтайықшы. Қарға тамырлы қазақ деген кезде тотемизм деген тотем ұстау еске түседі. Бұл тотемизм деген жалпы көшпелілердің айналасындағы табиғаттағы жан жануарлардың ерекшелігін өзінің бойына сіңіруге байланысты. Мысалы, тек қана қарға емес, қасқыр, мысалы, бүркіт, соған кеп қырға шығады. Соның жақсы қасиетін бойына сіңіруге байланысты тотемизм қалыптасады да. Мысалы, білесіз ғой, қасқырдың жақсы қасиеттері, мысалы, ешқашан былай өзі барып жарып алып кетпесе жемдік жемейді. Көрдіңіз ба? Сол тәрізді ұшқан құс бүркіттің де өзі ұстау керек, мысалы. Тырнақпен бүріп ұстау бар, тұмсықпен көтеріп кетуі де бар. Бүркіт ешқашан тұмсығымен шоқып көтеріп кетпейді. Бүріп ұстайды. Сол сияқты шеңгелдеп ұстау. Былай қарасаң, олар да тазалық қасиеті басында. Қасқырда да, бүркітте де. Ал қарғаның бұл жердегі ерекшелігінде дегенде, бұл шынымен қарға тамырлы қазақ деп айтатын себебіміз, қарға өте береке бірлікшіл болады екен. Қарға қарғаның көзін шұқымайды деген сөз бар ғой. Шынымен солай. Қарға тамырлы қазақ деп айтатын себебіміз,
сол жаңағы береке бірлікке байланысты сол қарғаны біз тотем қылып алсақ керек. Өйткені біздің тілімізден көп табуға болады. Мысалы кішкентай балаға айтамыз ғой, қарғам дейміз. Әне басқа біреулер айтады да, қазіргі заманға әсіресе қалай бол соны қарғам деп айтамыз. Орысша отырып келсең, вороная деп айтатын сияқты біртүрлі ғой дейді. Осылай емес, солай түпке мәнісін айтып берсең, сонда ғана түсінеді. Солай екен ғой деп. Оны дұрыс екен деп қояды да. Ал былай ар жағын білмей тұр ғой. И сонда жаңағы қарға байланысты, яғни өзінің халықтық түсініктегі, халықтық білімде сол қарғаның жақсы қажетін өзіне сіңіріп отыр деген сөз. Қарғам деген сөздің өзін қарасаңыз, өзінің баласына, немересіне, кішкентайына жалпы сол тайпаға, руға тиесілі балаға айтып тұр ғой. Көрінген танымайтын балаға айтпайды ғой. Яғни өзім туысым деген сөз. Былай қарағанда. Қарға шынымен туышылы болады екен. Жаңағы тағы да қайталап айтайын, қарға қарғаның көзіне ешқашан шықпайды екен. Міне кеңес көрдіңіз ба? Сондықтан да бұндай нәрсеге мән беру керек. Мән беру керек. Екінші бір нәрсе айтайын деген, мынау Санкт-Петербург қаласындағы Күнсқа музейінде үндістердің ұлттық киімінің, ғұрыптық киімінің біреуі қарғаның қауырсынан тіккен жамылғы бар екен. Ғұрыптық киім деп айтады. Бар еді ғой. Үндістерде де, яғни Американың үндістерінде де қарға тотем деген сөз. Әлгі біздің тілімізде көп дейді ғой, ортақ тілдер көп дейді. Енді тіл өз алдына. Енді анау туыстығымыз, міне жақын екендігіміз осынан көрініп тұр ғой. Үндістерде қарға, бізде қарға. Тотем. Үндістермен жақын. Әрине жақын Рухани байланыс бар дейсіз ғой. Енді жаңа айтып жатыр ғой, мысалы, оларда да қайық деп айтады екен. Бізде қайық дейміз, мысалы. Жүзіп тұрған дүние, бетіне қалқып тұрған нәрсе. Сол соңғы жылдар көп айтылып жүр негізі. Үндістер мен қазақтардың бір туыстығы бар екендігін ол тілдік тұрғыдан көп дәлелдеген. Ал енді мынау дайын нәрсе ғой, мысалы. Қазақ тіліндегі қарға, қазақтағы тотемизмменен үнді халқындағы, үндістердегі қарға екеуі бір болып тұр. Ал біз қарға сондай бір жаман қос, аққу керемет деп келдік. Аққу енді махаббаттың нышаны, символ деп есептейміз, бірақ көп жұрт ойлайды, сондай керемет деп. Дүниедегі арам, жаман, лас құстың бірі сол аққу екен ғой. Жүзіп жүрсе ғана әдемі көрінеді екен. Ұясын көрсеңіз болмайды. Елік қалғыз, өте арам деп айтады. Солай. Енді жалпы тотемизмге байланысты көп нәрсе бар ғой, мысалы. Кішкентай балаға күшігім деп айтамыз. Күшігім деген сол, қарғам деген сияқты баланың, мысалы, ботаққаным, қошаққаным, күшігім деп айта береміз ғой. Ол да, былай қарасаң, тотемизм. Күшік, қасқырдың күшігі әрине. Көрдіңіз бе? Былай тілімізден көп нәрсені тауып алуға болады. Аға, тотемизм деп жатамыз ғой, осы тақырыпта мен үшін өте қызық, өйткені қазақ этнографиясында бұл да бір зерттеуді қажет ететін сала. Мысалы, бізді қорғаушы, жебеуші рухтар дейміз, көкбөріден тараған ұрпақпыз дейміз. Осы туралы да айтайықшы. Енді әрине жаңағы бүкіл ауылды келіп қырып кеткенде, сол жаңағы бір қыз бен бір ұл қайыптан тайып, тірі қалып, содан түркі жаратты деп аңыз бар ғой, білесіздер. Енді соған байланысты болу керек, жалпы қазақ арасында қасқыр деп айтпайды. Бөрі, көкжал деп айтамыз да, енді үлкендер амандасқанда ауылдарыңызда мал сол аман ба, ит құс тыныш па деп айтады. Ит құс дегенде әрине ол қасқырды айтып тұр сөз. Бұны енді былай қарағанда тергеп айтып жатыр, жанама түрде атын айтып жатыр. Анау қасқыр естіп қояды деген тұрғыда айтады ғой, мысалы. Сондықтан ол оған көкжал, бөрі, ит құс деген атты деген себебіміз сол.
Енді бәріңіз білесіздер, мысалы жаңағы бір қыз бала менен бір ұлы бала тірі қалыпты, бүкіл ауылды қырып кеткен кезде тірі қалған екеуінен бүкіл түркі халқы жаралған екен деген аңызды бәріңіз білесіздер. Енді соған байланысты болу керек, сол қасқыр деп айта салу онша көп тарамаған. Жаңағындай әртүрлі атауменен береміз. Енді бұның бәрін неге айтып отырмыз дегенде, бұл жалпы бұл біздің танымызда несімен қалды. Әрине күшігім деп айтамыз, тағы басқа, иә. Бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек, бұл бәріміз бәрімізге танымал, сүйіп көретін, сүйіп қызығатын, қызықтайтын дүниеміз ол көкпар. Көкпардың ежелгі аты көкбөрі. Көрдіңіз ба? Неге дегенде, қараңыз, мынау Қап тау жұртында, әсіресе Дағыстан жұртында, дағыстандықтарда мынау екі ұдай болып тартысады ғой, көкпарлы кезде. Сонда екі топ болғанның жеңіске жеткен тобы сол тартқан қасқырдың терісінен бөрік жасап кеткен. Бөрік. Сонда жаңағы ізі қайда жатыр. Анау көкпар деген сөз көкбөрден шыққан болып тұр. Жеңгендер ғана сол жаңағы қасқыр текті, жырынды, азулы, мықты дегенді білдіреді. Өйткені олар жеңіске жетті ғой. Міне, дәлел қайда жатыр. Міне, яғни Орта Азия халқында жалпы көшпелілерде осы ойынның өзі адамның мықты болуына, тепсе теңіз өтімдігіне, тақымы берік болуына, жалпы алғанда жырындылығына алып келеді деген сөз. Біз қазір көкпарды дұрыс емес, ол жануарларға жасалған қатыгездік секілді қабылдап жүргендер де бар, иә, бүгінгі қоғамда? Олай емес. Яғни көкбөрі. Неге бөрі? Жаңа айттым. Қасқырдың терісін тартады. Жаңағы енді қараңыз. қыз бен жігітке не байланысы бар сонда? Енді қараңыз. Мына бөрік деген нәрсенің өзін бас киімнің атауы бөріден шығып тұр. Енді қараңыз. Неге ол жеңіске жеткендер бөрік киеді? О мәселе осында. Яғни көкбөр аталып тұр. Бөрі деген сөз тек қана бұл Евразия төсінде таралған дүние емес, бұл жалпы мынау Европадағы атаулар кең тараған деген сөз. Ол бөрік деген сөз мына славян тілдеріне парик түрінде енген. Көрдіңіз, ол да бас киім ғой былай. Бірақ жасанды бас киім. Анау кәдімгі кетің бас киім болса, анау шашқа бірдеме ұсатып жасаған парик, былай айтқанда. Бөрік деген сөздің өзінен сол парик шығып тұрған жоқ па? Көрдіңіз ба? Сонда бір көкпар ойыны арқылы талай нәрсенің шешуін тауып аламыз. Жаңағы жігіттердің мықты екендігін, оның жаңағы ар жағында не жатыр? Мықты жігіттер, жаңағы бөрі сияқты мықты болды дегенді білдіреді. Татамның ар жағында жігер беріп жатыр. Жігер беріп жатыр. Ең бір жақсы нәрсе, қазіргі көкпарға шығып жүрген жігіттер көкпар ойынында бөрік киетіні тамаша. Өте жақсы көрініс тапқан. Мен соған қуанамын. Сенбесеңіздер, осы Қазспорт деген каналда береді ғой. Сонда жігіттердің бәрі бөрік киіп алып та тартысады. Тамаша ғой. Міне, соның дәлелі. Этнографияға оралу дейсіз ғой, дәстүрге оралу. Өзіміздің арғы тегімізге, ежелгі шығу тегімізге келу деген сөз. Жаңағы айттыңыз, бір жігіт пен қыз аман қалды, содан кейін екеуінен түркілер тарады деген секілді. Бұған көкбөрінің не қатысы бар? Енді бұлай ғой. Сол қыз бен жігітті, кішкентай баланы бөрі асырап дейді ғой. Яғни бөрі асырап ержеткізді екеуін, содан түрге тарапты дейді. Дәл осы аңыз мына көшпелілердің ықпал еткені ме, кім білсін, итальяндықтарда бар. Ремул деген тағы екеуі сол қасқыр асырапты деп айтылады.
ғұндардың әсері ма, кім білсін. Ғұн дегеніміз өткенде айттым, мысалы көк түріктердің арғы бабасы әрине, арғы атасы ғой. Жаңағы күнтізбені қалыптастырған солар. Тек қана ғұндар мысалы Қытаймен арада байланыс өте көп. Біресе соғысқан, біресе жақсы қарым-қатынаста болған, дипломатиялық қатынас өз алдына. Яғни сол Қытай деген ол бір-ақ ұлт емес қой. Ол елу қанша ру тайпа. Соның бәрі құралады да, соның енді барлығымен бірдей қатынасқа түсті деп айтпаймыз. Ғұндар соның ауданды бөлігімен қарым-қатынаста болған. Сонда барған жоққан дүние болу керек деп есептейміз. Сонда түркілердің наным сенімі, дүние танымы ол еуропалықтарға да әсер етіп тұр, көне ғасырлардан. Міндетті түрде. Әсіресе оның ізі қайдан табамыз дегенде Италияның ғалымдары өздері жазып отыр. Италияда бар. Итальяндықтар Ромул-Ремулдан тұрады ма? Міне түрік жұртына да солай айтады ғой. Қыз бен жігітті қасқыр тауып алып, сол асырап сақтаған екен деп айтады. Аңыз бойынша. Ұқсастық қайда жатыр? Қараңызшы аға, алталаш деп жатамыз. Бірақ алталашқа кімдер жатады? Ол туралы біле бермейміз. Алталаш дегеніміз қандай мағынадан шыққан? Алаш деген енді бұлай Алашаханмен байланыстырып айтамыз әрине. Бірақ алталаш деген біздің түсінігіміздегі қазіргі қазақтың рулары ғана емес. Ол бұрынғы кезде мысалы қазақ, өзбек, қарақалпақ, қырғыз, түркімен де бар ішінде. Сол тәрізді ең жақын осы Евразияның төсінде нағыз көршілес тұрған 6 негізгі тайпаны айтады. Соларды құрады. Кімдер олар? Олар әрине қазақтар, өзбектер, қарақалпақтар, түркмендер, қырғыздар, ноғайлар, 6-шы ноғайлар деп есептеймін енді. Бірақ кейбір зерттеушілер айтады, қазақтың 6 руында жатқызады. Әсіресе орта жүздің 6 руын айтатындар бар. Ол меніңше онша қисыны келмейді. Ол ертегі кезден бастау керек. Арғы сорабын сол 13-14 ғасырынан апару керек. Алашағаның тұсына апарсақ, солай болды өзі. 13 ғасырдан арырақ кету керек дейсіз. Ал ол кезде мысалы ол бөлінбеген кез ғой. Ал жүзге қашан бөлініп бастадық? Түркі жұрты тілі ортақ, наным сенім бірге. Қазақ деген ұлт жоқ ол кезде. Бәрі бір тілде сөйлейді. Аудармашысы түсінеді. Бертін ғана ғой, 19 ғасырдан бастап ажырадық. Совет заманында тіптен ажырау көп болды. Әйтпесе, анау кезде, ерте кезде ешқандай ажырау жоқ. Қазірдің өзінде сұрау бар, табуға болады. Мысалы, моңғол жұртында олар буддизмге кетті да, біз исламды қабылдап кеттік. Ал солардан буддизмге дініне кіргеніне байланысты Қытай, Тибет сөздер көп кірді да, бізге ислам дініне байланысты араб, парсы сөздер көп кірді. Енді солардан, яғни моңғол жұртынан Тибет, Қытай сөзін шығарып тастап, бізден араб сөзін шығарып тастасақ, ортасындағы бір сөз бірдей. Әсіресе туыстық атаулар, тұрмыс тіршілік, мынау тіршілікке байланысты атаулар бірдей. Айна қатесі жоқ бірдей. Міне осынан көруге болады, ежелгі тіліміз бірге дегенді осыны аңғарамыз. Аға қараңызшы, жүзге қашан бөлініп бастадық? Жалпы қазіргі қоғамда жүзге бөліну қаншалықты қажет? Жүзге бөліну деп айтпау керек негізі. Жүзден құралады деп айту керек. Бұның арғы сұрағы бар ғой, мына Геродоттың жазбаларында кезігеді. Мысалы Геродот жазады, Тарғытайдың 3 баласы бар дейді. Липоксай, Көкілайсай, Ұрпақсай деген 3 баласы бар дейді. Осы үшеуі кейін сол жаңағы сақтардың қалыптасуына әсер еткен екен дейді, жазады.
Сонда 300 содан тараған дей ма сонда? көрдің біздің заманымызға дейінгі скифтерді айтып отыр ғой. Сақтар деген скиф, сақ екеуі бір халық қой. Сонда жаңа қарасаңыз, бұл біздің бүгінгі түсінігіміздегі Қазақстан қазір 20 облысқа бөліне ма? Сол облыс деңгейінде деп ойлау керек. 3 облысқа бөлінеміз деп есептеу керек. Бұрыннан бар нәрсе. Ежелден жатыр. Бірақ бізде нағыз осыны бұлай жүзеге асырып пайдаланған кісі Тәуке хан. Тәуке хан тұсында. Неге дегенде Тәуке хан 3 биді тағайындайды ғой. Әйтеке, Төле, Қазыбек биді. 300-дегі дауды төменгі билер сол өзінің жаңағы тиесілі биін айту керек. Көрдіңіз бе? Шешімін солар шығарады. Қандай бір дау-дамай болсын. Мінекей, бұл басқару механизмі деп есептеу керек. Мұның ар жағында туыстық қатынас жатыр деп есептеу қате. Ол мысалы қалай мысалы орта жүздегі Қыпшақ руы мысалы орта жүзге кіреді. Былай қарасаңыз, олар көп қатынаста, қарым-қатынаста болатын жері әрине бұл батыстағы кіші жүзді рулармен көп қарым-қатынасына мінез құлқы да соған келеді өтіп керек болсаңыз. Жарайды, ол тарихи астары бар делік, қазақтың 300-ден құралуының. Енді қазір қоғамда бір трайбализм деген дерт бар. Жалпы қазіргі қазақ қоғамында осы 300-ді атап айту, көрсету қаншалықты қажет дегенім ғой. Әлде ол біздің тарихи санамызбен тікелей байланысты ма? Енді қазіргі заманда әрине ол өз қызметін жойды. Бірақ шығу тегін білген дұрыс қой. Бірақ сен ана жүзге келсің, мына жүзге келсің деген керек емес. Бізге қажет нәрсе, ең пайдасы тиетін нәрсе ол неке қатынасында мықты болып тұр ғой. Әсіресе жүздің керек жоқ бізге. Бізге ең қажет дүние ол әркімнің өзінің руын білу керек. Сол біздің артықшылығымыз, былай айтқанда. Ол не артықшылығымыз? Мысалы, әркім өзінің шығу тегін жақсы біледі. Өте жақсы біледі. Ал енді отырықшы болып кеткен өзіміздің жаңағы мәселеки өзбек ағайындар бар. Оларда үлкендері, ақсақалдар білмесе, былайғы жастар ру дегенді ұқпайды, білмейді ғой олар. Яғни Өзбекстанға қалыптасқан нәрсе ол сол ауылындағы дүние мүлік басқа ауылға кетіп қалмасын деп, сол өзің ауылындағы қызға үйлене береді. Ол туысы ма, жоқ па, ол жатағы жоқ онда. Міне осыны кәдімгі үкімет алдыңғы жылдан, былтырдан бастап, мүмкін алдыңғы жылдан бастап қолға алды. Әрбір өзбек өзінің шығу тегін білсін деген. Көрдіңіз бе? Біздегі артықшылық сол жаңағы қан жақындаспау керек. Ол үлкен нәрсе. Қан тазалығы. Қан тазалығы. Ал әрине саяси жағынан пайдаланып кету жағынан оны бізге орыстар үйретті. Патшалық Ресей үйретті. Ол әрине жаман нәрсе. Ал неге? Мысалы жаңа сайлауға түсу керек болды. Сол кезде өзінің руының адамы дауыс беру керек. Сол үшін пайдаланып кетті. Анау рудан құралған дүние расыменен кері әсер ете бастады. Ал бұрынғы қоғамда ондай жоқ қой. Бұрын қоғамда ру деген нәрсе мысалы пайдалы. Неге? Қараңыз, мысалы бір ауылда, бір руда балаларды жинап алып сабақ оқытады. Мұғалім сол балаларды қағып жіберуге, шыбықпен ұруға, сабауға құқылы. Неге дегенде өзінің туысы ғой, өз руынан ғой. Ал қазіргі заманда келмейді. Қазіргі заманда мысалы біреуді шыбықтап ұрып көрші, бәле қаласың. Ол басқа рудан ғой. Көрдіңіз бе? Бұрынғы заманда пайда болады, қазіргі заманда болмайды. Тек қана жаңағы неке қатынасында пайдалы деп отырған себебіміз ол.
Ол қазір әлем ғалымдары да осы қан тазалығы туралы тың зерттеулер жүргізіп жатыр деп естиміз. Әрине. Ол енді Қандай жаңағы нәтижелер? Нақты мен айтып айтайыншы. отырған мысалы қазақтың халықтық білім деген үлкен дүние бар. Соның нәтижесіне келген дүние. Ол қараңыз, мысалы тек қана ойлаймыз ғой, біз қан тазалығы деген нәрсе тек қана физиологиялық тұрғыда есептейміз, бірақ бұның ар жағында рухани дүние тағы бар. Мәселен біреуден қарғысы өтіп кетуі мүмкін. Қарғысы. Бұл жаман нәрсе. Сол 7 атаға дейін жалғасады дейді. 7 атадан кейін тазару мүмкін дейді. Көрдіңіз бе? Сонда ол тек қана денеде емес, рухани жағынан да әсер етеді деген сөз. Оның бәрін бұрынғы көшпелілер өте жақсы байланған. Қазір генетика ғылымы ғой, былай айтқанда. Әрине. Сондықтан да оның жолын болғызбау жағында шынында да көшпелілердің осы қан тазалығы, рух тазалығы ол енді баға жетпес байлық болады. Соған ұмтылуымыз керек. Ана Өзбекстанның шешімі, қараңызшы мысалы, бұрынғы дүниесіне қайта келіп жатыр деген сөз. Яғни шығу тегінде біл деген сөз. Мына марқұм Шотоманов Әлихановпен әңгімелескенде айтты ғой, 98 жылы екен Ұлан Батырға барыпты, енді ол кісі төре тұқымынан ғой. Содан кейін жаңағы мен қысқартып айтайын, жырғап айтады. Аэропорттан түстім, қызыл кілемді аэропортқа дейін төсеп қойыпты, келе жатырмыз дейді. Содан кейін премьер-министр күтіп апты. Содан кейін жаңа ертеңінде бүкіл депутат бар, бүкіл министрі бар, барлық үкімет мүшелері жиналыста жаңа өзінің үлкен плакаты бар. Анау Шыңғыс бабасынан бастап өзінің баласына дейін жазып қойған шежіре бар. Соны жаңа үлкен сканерге салып тақтаға көрсеттім дейді. Сөйтіп сол президент айтты дейді, мынау қазақ халқына сіз рахмет айтып барыңыз. Осындай да шежіре деген дәстүрді сақтап қалған үшін мың алғыс. Біз осы нәрседен айырылып қалдық. Мен Шыңғыстың тұқымын деп келушілер көп дейді, бірақ дәлел жоқ дейді. Міне сіздің дәлеліңіз қандай тамаша. Біз осы нәрсені айырылып қалдық деп айтты дейді. Сәлем айтыңыз деп айтты дейді. Яғни қазақ халқына сәлем айтыңыз деп шежіреге риза болып тұр. Көрдіңіз бе? Этномәдени байланыстар нәтижесінде біздің ұлттық киімдерімізге, оның түсіне, сыртқы келбетіне, реңіне бір өзгерістер келді деп айтып жатады ғалымдарымыз. Соған кеңірек тоқталайықшы. Иә, әрине. Жалпы өзі мынау Қазақстан үкіметі 9 жолдың торабында ғой. Соған байланысты жалпы ежелгі сауда жолы, яғни Ұлы Жібек жолы болсын, бәрі тек қана жаңағы сауда-саттық емес, бұл жерде мәдениеттігінде ауыс қиысы болады ғой. Сол тұрғыда мысалы бұлай мәдениетімізге сіңген дүние өте көп. Әсіресе Ресей патшалығы бодан болғаннан кейін кезде сіңген дүниенің біреуі мысалы киіміміздегі, яғни жастардың киіміндегі, ұзатылатын қыздың киіміндегі өзгерістер. Атап айтқанда, мынау сәукеле, жаңағы кеудеше, көйлектер жалпы қызыл күрең болады. Ол жастардың киетін киімі. Қызыл болған дейсіз. Ал енді сол этномәдени байланыстың нәтижесінде қарап отырмыз, сол сәукелеңіз, кеудешеңіз, көйлегіңіз ағарып кетті. Мүлдем ақ болып кетті. Бұл енді былай қарасаңыз, халықтың наным семіне томпақтау келіп тұр. Неге дегенде? Қараңыз, осы ұзаққа бармай-ақ музейдің қорында ежелгі сәукелелер барлығын қарасаңыз, келісіп алғандай-ақ осы қызыл,
немесе күрең. Ол біздің этнография залында тұр. Тұр ма? Әнекейіңіз. Енді осы музейдің қорында тағы да бар. Оны мен жақсы білем, өзім көргем. 2000-нің басына түскен ақ сәукеле, ақ көйлек, ақ кеудешемен ол да бар. Ол не деген сөз? Әрине, кимешек шылауыштың ақ екенін білеміз. Оған дау жоқ. Ол кимешек шылауышты қай кезде киеді? Әрине, балалы болғаннан кейін сол кезде кие бастайды, кеселеп, әдемілеп киеді. Ол басқа әңгіме. Ал енді мына ұзатылған кездегі өң түс реңнің өзгеру деген нәрсе, мысалы, қызыл, күрең немесе. Ол бала табатын жастағы жастардың күш қуатын білдірмей ме? Бұл айтқанда қан түсес қой. Қуаттылықты, энергияның көп екенін білдірмей ме әрине? Ал мына ақ деген нәрсе әрине бұл енді дұрыс шығар. Бұл тікелей жаңағы этномәдени байланыспен келген дүние. Өйткені орыс халқын білесіздер, ақ ватагет, соған еліктеуден туған дүние деп ойлаймын. Содан кейін бәрі ағарып кетті. Ода тұрған ештеме жоқ. Бірақ дей тұрғанмен де өзіміздің арғы тегімізде осылай еді ғой. Яғни тағы айналып кеп, бұл халықтық білімнің нәтижесі деп соған келеді, соған саяды деген сөз. Түсіндім аға. Аға, енді орталық музейде сіз қаншама жылдар бойы еңбек еттіңіз. Әлде осы музейге ғылыми жұмыстарыңызбен, жаңа түрлі шараларымызда бой көрсетіп жүрсіз. Жалпы сіз үшін музей несімен құнды, несімен қымбат, халыққа соны бір тереңірек айтып өтейікші? Музейде сол 2000 жылдан 2016-ға дейін 16 жыл үзбестен жұмыс істеппін ғой. 2006 жылдары 2016. Жалпы 2006 жылдары біз сізден үнем осында келіп сұхбат алатынбыз. Осында отыратынсыз, өзі жас маман болып, талай сұхбат алған едік өзіңізден. Әрине. Енді әрине музейдің берген пайдасы мен үшін ұшан теңіз. Көп нәрсені бұлай этнография маманданғанбыз ғой әрине. Бірақ затты ұстап көріп, әсіресе мысалы жаңағы үлкен тұлғаларымыздың, тарихи адамдарымыздың тұтынған бұйымдарын қолымызбен ұстаудың өзі үлкен бақыт қой. Жалпы музей әрине тарихпен байланыс дейсіз ғой. Әрине. Бұл ағы мысалы Кореяда музейге жаңа затты қояды екен да. Су жаңа затты қояды екен. Ал біздегі музейлерде түпнұсқа қойды. Ол ескеріп, әбден тозғы жеткен болсын, бәрібір түпнұсқа. Сонысымен құнды болып тұр ғой. Анаған қарап, жаңа дүниені қою, ол жаңғыртып қою, ол басқа әңгіме. Ал түпнұсқаны қою басқа нәрсе. Біздің музейдегі көп дүние осы жаңағы Орынборда 1870 жылдан басталды ғой. Міне көрдіңіз бе? Содан бері кеткен заттарды көру деген ол енді үлкен дүние. Рахмет аға, сізбен осы музей төрінде подкастында тағы да кездесу бұйырсын. Қымбатты көрермен, тағы да бір таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта болған белгілі этнограф ғалым Досымбек Қатыран. Біздің подкасттарымызды үзбей тамашалаңыздар. Біз сіздерге ең тың, терең ақпараттарды ұсынуға тырысамыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.